Өткен эфирде бір өзім шықтым, қиын болды, толқу қатты болды. Осы жолы жұбым келді, Айгүл Қосанова. Ол кісі енді өнер адамы ғой. Сондықтан да менде де бір көңілімде уже қатты қорқыныш жоқ. Біріншіден, біздің отбасымызда болып жатқан қайғымызға ортақтасып көңіл білдірген барша қазағыма үлкен алғысымды білдірем. Әрине, маған өте қиын сахнаға шығу. Мен бұл жобаға шоу іздеп, болмаса өзімнің атымды шығарайын деген ниетпен келіп отырған жоқпын. Осы тұрғыда туған туысқанның, әкемнің, іні қарындастарының, анамның рұқсатын алып, анамның батасын алып келіп отырмын. Сондықтан да жазылып жатқан кейбір сыни пікірлер сізді аңдып жүредім. Енді сыни мақала жазам деген адамдар менің анамнан әулие емес шығар. Көзі қырағы көрермен менің жағдайымды жақсы түсінеді деп ойлаймын. Біріншіден, бұл менің өмірдегі таңдап алған мамандығым. Кемедегінің жаны бір дейді. Орта жолда Жанболат інімді қалдырып кетпей, сабырға өзімді шақырып, жобаның ары қарай жалғастыруға бел будым. Енді шыны керек басында андай қайғылы іс бола тұрып, мені жалғызсыратпай, осы жоба бастағанда соңына дейін бірге барам деген сияқты қылып, осындай қадамға барып тұрғанына шын қуандым. Рахмет айтамын. Кім кел жұмыстан, кім кел жұмыстан? Әкелерім келді. Қане қарсаңыздар. Жан. Асылым менің аяулы аян, ләззат аламан қараған сайын, жүрегім менің сен үшін соғып, сен үшін ғана тоқтауға дайын. Жүрегім менің сен үшін соғып, сен үшін ғана тоқтауға дайын. Бүкіл әлем құлпырады сен үшін, ән салады бұлбұлдар сен үшін, жүрегіме жыр тұнады сен үшін бәрі сен үшін, қияларға самғадым мен сен үшін,
күніңе. Туған күніңе, туған күніңе, туған күніңе. Браво, браво, қошеметтеріңіз. Жанболат Найзабеков, Айгүл Қосанова. Қарайсыңдар, балақайлар, қарайсыңдар. Келіңіздер ортаға. Ортаға келіңіздер. Айгүл ханым, ұнады ма? Ұнады. Ұнады бір әдемі қазақтың мейіріммен шапағатқа, жылулыққа толы бір отбасындағы әдемі бір көңіл күй атмосфераны көрдім. Және де сен үшін дегенде ол жарына да айтылғандай, отағасына да айтылғандай, балаларына айтылғандай, жалпы әннің характеристикасын дейміз ба, түгеліменен де мына мінездемесін сахнада қойылым ашып тұр. Ал енді әншілікке еш тоқталмауға да болады. Бұл жұп өзі бәр орында тұрған жұп қой. Тек бір нәрсе айтқым келеді, мен Айгөлегім сахнаға оралуың мен алтыным сол. Оңай емес, өткенде осы жерде кәдімгі тікелей эфирде естігенде жүрегіміз аузымызға тығылып қоя берді. Бірақ Дулат Исабеков ағамыздың актриса деген шығармасы бар. Соны ойлап отырмын да, мен саған қарап. Сол жерде айтады, бір монологы бар еді актрисаның. Премьераға спектакльдің бір жарты сағат қалғанда туған бауырым жол апатына түсті деген қаралы хабар келді. Не істерімді білмедім, барған мен ауруханаға кіргізбейді, жаңағы премьерадан бас тартуға болмайды деп. Сол кезде сөзі бар еді, мұны отырған жұртты бір қуанту үшін кейде өмірде талай сыбағадан бас тартуыңа тура келеді деген Дулат ағамыздың жазған сөзі бар еді. Өнердің киесі де, құдіреті де, ерекшелігі де сода шығар. Біз сахна үшін жаралған жандармыз, жаным. Оралуыңмен сені көріп көзім тойып отыр. Рахмет Айгүл ханым. Жүрегімнің ішіндегі жүрегім деп сондай керемет сөз тіркестерінен құралған әндерді орындайтын Сәкен мырза. Енді бүгінгі бүкіл әлем жаралғандай сен үшін деген тамаша ән көңіліңізден шыққан сияқты. Әрине, Ержан Серікбаев ағамыздың әні, сөзін Бақытжан Ауданбаев ағамыз жазған. Әттең ай деген Мұзарт тобындағы біздің ән қоржынымыздағы әннің сөзін жазған Бақытжан Ауданбаев бірнеше әуезді әндерге сүбелі сөз жазып жүр. Енді шын жүрегімізбен Айгүл, оралыңмен құттықтаймыз. Тек қуаныш көр, жақсылық көр. Шаңырақтарыңызда тек шаттық болсын. Сол шаңырақты бүгінгі сахнаға шығуымен тек қана осындай жылулыққа, шаттыққа толы болуын, сонымен ары қарай сабақтасып кетуін шын жүрегімнен тілеймін. Өте керемет, отбасы, түтіні түзу шыққан үй, әр шаңырақ, әр отбасы, әсіресе жастар еліктейтіндей бір керемет көрініс болды. Негізі кез келген ер азамат үйге күліп кіру керек, үйден күліп шығу керек, әйелі күліп шығарып салу керек, күліп қарсы алу керек. Сонда ғана шаңырақ шайқалмайды деп ойлаймын. Рахмет, пікірлеріңізге ал, сіздерге сәттілік тілейміз, әріптестеріңіз күтуде.